Құрметті оңайлар, туысқандар, қайырлы күн дейміз. Бүгінгі күніміз сәтті болсын. Мынау тойларымыз, отырысқа тойға жалғаса берсін деген тілегіміз бар. Менің есімім Сағадиев Мәмбетқали. Менің есімім Сағадиев Мәмбетқали Әсетұлы. 57 жылы мынау Мерген ауылында дүниеге, Ақжайық ауданында. Әкеміздің жайлаған жері, анамыздың жайлаған жері, сол Бөкей ордасы, 9 ауыл, Оңай. 22 жылы военный зона болғанда Жайық бойына көшірген, біздер сол жерде дүниеге келдік. Әкеміздің айтуы бойынша біздер Байрақтан тарағамыз. Қожамбергі, Самырза, Шалабай, Айтқұл, Құрмаш, Сағадин, Әсет, мен сол Әсеттен тарағамын. Әкемнің жаңағындай көмшілер айтып кетіп бар, жазып бергенде, біздің де әкеміздің жазып бергені осы. Содан тараған ұрпақтарымыз, әкеміз негізі 6 ағайынды болған. Үлкен ағасы Ғалым деген соғыста жоқ болды. Кейін соғысына қатысты, одан соғысына қатысқан. Әкеміз одан соғысының ардагері болды. 23 жасында жаралы болып, мүгедек болып елге оралған. Содан 65 жасында 87 жыл дүниеден өтіп кетті, 22 жылда әкеміз. Анамыз Жайық Берішқызы, әжем Байбақтың құлсүйіндіктің қызы. Сол әкелеріміздің айтып өткенін айтып отырғаным менің. Енді мына жерде біздің бүткіл бауырларымыз бәрі қатысып отыр. Білмейтіндермен танысып жатырмыз. Бұрыннан білетіндеріміз бар. Ал сіздерге алдағы уақытта осы жолымыз жазылмай сәтті күндерде кездесіп, бір-бірімізге жақсы тілек айтып тұруға Алла Тағала нәсіп етсін деген тілегіміз бар. Енді анам Жайық Берішқызы жаңа айтып отырмыз, оның жерде менің әкемнің бажасының немерелері қатысып отыр. Әкемде 3 бажа болған, сол барын айтайын, бұл жерде Табысқали деген бажасы болған әкемнің. Ол да Бұғанайдың баласы. Біз ол кісілерді жақсы білеміз, көре қалдық. Әлі күнге дейін ұрпағымен араласып тұрамыз. Бұлар, бірақ мына менің әкемнің бажасы, Қабан Табысқалилар, Қабдрахман негізі шын әкесінің. Бұлар Ақбалықтан тарағандар. Қазір өздері сөз алып айтар. Енді үлкен ағалары бар, өмірден өтіп кеткендері бар. Мен жалпылама айтып кетіп жатқан жағдайым осы. Енді мынау Байбақты Бұғанай десеміз, елінде қаламыз, құлағымыз тіріп жүреміз. Сол бауырлығымыз, туыстығымыз ары қарай жалғаса берсін. Сіздердің елдеріңізге саулық, отбасыларыңызға құт береке тілейміз. Жақсылықта болайық. Мынау енді осындай отырысты, тойды ұйымдастырып жатырған мынау Арман інімізге, Арманның қасында жүрген бауырларымызға, мына тойхананың иесіне сіздерге алғысымыз шексіз. Әрдайым да біздер сіздерді биіктерден көре беруге Алла Тағала нәсіп етсін деген тілегіміз бар. Сәттілік тілейміз. Кешіресіздер, мен тіпті өзімді айтуға ұмытып кеткенмін ғой. Бізде ержігіт бабамыз, оның кемпірі Әлімбике Көпе деген әжеміз, одан 5 бала туады. Құрманғали, Қапен, Мұратқали, Елеш, Ихсан, Әуес деген сол. Бәріміз де бірақ ержігіттерміз. Мұратқали атам алған әжем Қадыр Құлмасханның қызы Назия деген
осы жерде соның түсіргісі Разиядан туғандар бар. Әрі тума, әрі бөле әкеледі. Шешім өзі Құтсүйектің қызы Қазима деген, Құрманғали деген, бұнда осы біздің 90-шы жылдары жылы адам болып, Құрманғали Усауыл деген. Осы біздің ауыл шаруашылық геологияны тараппен докторлық профессор болған адам. Опат болды. Өзім ержегі құтансай Ескенғали Баян ауылында бүтін өмірім мектептен бастап 99 жылға дейін еңбек еттім. Туған жерім Сарпақ Көтер. Одан кейін 99-да келгеннен кейін мына Тасқала өңірінде бас айғаным болып Семиглавыда болдым. Жеке қорғалық Самасайықте бас айғаным болдым. Тасқала құрылыс дегенде парақпол еңбегін кейін кешіп кеттім. Бар өзімнің айтатын болсын. ағайындығымнан